Астағфируллах, астағфируллах. Кейбір адамдар айтады, осы ұстаздар, имамдар не пайда алып келеді дейді осы. Тура бір халықтың үстінде отырып алып, солардың артынан күн көріп отқан сияқты да жаңағы. Жоқ, имамдар көп отбасына не әкеп жатыр, қарасаңыздар, сол прибыльді, капиталды имамдар алып келіп жатыр жаңағы. Бірінші темекі шекпе дейді. Темекі шекпе. Темекіге қанша ақша кетеді мысалға? Насыбай атпа дейді. Қанша ақша кетеді? Арақ ішпе дейді. Араққа қанша ақша кетеді? Той жасақ ысырап қылма дейді. Ана қанша ақша? Өлім жетім болғанда да, жаңағы той сияқты қылып жерме дейді. Казиноға барма дейді. Бостан босқа уақытыңды өткізбе дейді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның үлкен болған капиталын, 5 капиталды ескертіп тұрады жаңағы. Әрбір біздегі болған 5 нәрсе жаннатты сатып ала тұрған біздегі байлық бар. Оның біріншінде дейді, денсаулықтың қадірін біл дейді, ауырмай жатып. Пайғамбар алейхиссалам хадисін айтады. Фақтанимул хамса қаблал хамса. 5 нәрседен қадірін, 5 нәрседен алдын біл. Темекі шегіп, арақ ішіп, ауырып қалсаң, ақшаңның бәрі неге жұмсайсың мені? Жастықтың қадірін біл, қартаймай жатып. Еркіндіктің қадірін біл, түрмеге түсіп қалмай жатып. Байлықтың қадірін біл, кедей болмай жатып. Өмірдің қадірін біл, не дейді? Өлмей жатып. Бұндай жаман орындардан момын адамдар не қып кетеді? Ол жерде, ондай жерге көңіл аудармайды. Дүние үшін, ақырет үшін пайда бермей тұрған жерден момын адамдар елден кетіп қалады.